Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 83-ші сабақ өзіңді тексер тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта бірінші жаттығуды орындаймыз. Жаңылтпашты оқып, жатқа жаз. Алма барда, алмұрт алар ма? Алмұрт алма, алма ал. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Алма сөзінің амоним екенін дәлелде. Бірінші сөзде алмұрт алма. Алма жеміс болып тұр, ал екінші сөзде ол алма іс-қимылдың атауы болып тұр. Осылайша бұлар амоним сөздер болып табылады. Екінші жаттығу бос тіркөздерге тұсындағы сөздердің антонимін тауып жаз. Тар сөзінің антонимі кең, жаңа сөзінің антонимі ескі, жақсы сөзінің антонимі жаман, ал жуан сөзінің антонимі жіңішке болады екен, ал жарық сөзінің антонимі бізде қараңғы болады, балалар. Үшінші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Орманшы қызы қасында қатар келеді. Қайыңның сөлін басқаша қалай дер едің? Қайыңның сөлі басқаша айтсақ шырын ғой. Шырын да, сөл де екеуі теңдес ұғым ғой. Мұзафар Әлімбаев мәтіннің авторы. Балалар, өлеңнен сөл сөзіне мағынасы жуық сөзді тауып жаз. Бұл екі сөзінің синоним екенін дәлелде. Балалар, сөл сөзінің басқаша атауы, яғни синонимі біз шырын деп аламыз, яғни бұл жерде сөл де шырын да екеуі бір мағынаны береді. Төртінші жаттығу кестені дұрыс толтыр. Бұл жерде бізде түбір сөздер берілген, қосымша жұрнақ берілген және де жалғаулар берілген. Құрылыс сөзіне ш жұрнағын жалғаймыз, одан кейін лар жалғауын жалғаймыз. Құрылысшылар. Кітап. Бұл жерде жұрнақ керек емес, тар жалғау берген, яғни кітаптар сөз шығады. Көл жұрнақта бар, жұрнақ жазуымыз керек, одан кейін жалғау тұр. Көл түбір сөзге шік деген жұрнақ жалғаймыз, одан кейін тер деген жалғау жалғаймыз. Сол кезде бізде күлшіктер деген сөз шығады екен. Достық қа деген жалғау жалғаймыз. Достыққа. Жаздық деген жұрнақ жалғаймыз, сонда жаздық деген сөз шығады. Бұл жерге жалғаудың қажеті жоқ. Сонда жаздық деген сөз шығады. Келесі бізде бесінші жаттығу. Суреттер мен тірек сөздерді қолданып, денім сау болсын десең тақырыбына әңгіме құрастырып жаз. Бұл жерде бізде балалар спорт, таза ауа, дәрумендер, күн тәртібі, ұялы телефон, жақсы көңіл күй. Осыларды құрастыра отырып, қазір біз денім сау болсын десең атты әңгіме құрастыратын боламыз. Үлкен кісілер ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп бекер айтпаса керек. Денсаулық ең басты байлығымыз. Деніміз сау болу үшін бізге спортпен айналысуымыз қажет. Таза ауада көп серуендеу керек. Міндетті түрде дәрумендер көп жеп отыру қажет. Күн тәртібін қатты қадағалап отыру қажет. Яғни уақытылы ұйықтап, уақытылы тұру керек. Ұялы телефонды көп пайдалану адам денсаулығына зиян. Сондықтан оны керек кезінде ғана пайдаланған жөн. Үнемі күліп жүру керек. Күлкі өмірді ұзартады деп атам қазақ бекер айтпаса керек. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Балалар, Зерек бала каналына тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақ ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Сау болыңыздар.